Бізге мынадай 3 өрнек берілген екен. Біріншісі 3-тен 2 көбейту 8-ден 7, ал келесі өрнегіміз 7-ден 8 көбейту 3-тен 2, ал келесі 5 көбейту 2 бөлінген 3 көбейтілген 5. Бұны басқаша 15-тен 10 деп айтсақ та болады. Сонымен, осылардың қайсысы ең кіші, және қайсысы ең үлкен, және қайсысы ортаңғы элемент екендігін анықтаңыздар дейді. Сонымен, видеоны тоқтата тұрып, мына амалдарды орындап, соны табыңыздар. Яғни қайсысы ең кіші, қайсысы ең үлкен, және қайсысы ортаңғы болатындығын анықтаңыздар. Сонымен, енді мына амалдарды орындаған сияқтысыздар. Демек, енді бұны ары қарай оңай шығаратын мен сіздерге бір кеңес берейін. Ол қандай? Бұған назар аударатын болсақ, мына бірінші өрнекте, яғни 3-тен 2-ні көреміз. Яғни байқауымызға болады 3-тен 2-ні. Келесісі мына екінші өрнекте де мына 3-тен 2 бар екен. Ал енді мына үшінші өрнегімізде де міне 2 және 3. Демек 3-тен 2 деген бұлардың барлық ортақ элементі болып тұр ғой. Демек онда мен бұны тағы да басқаша былай жазсам болады екен. Мына бірінші өрнекті 8-ден 7 көбейтілген 3-тен 2 түрінде жазайын. Міне 3-тен 2. Ал мына келесі өрнекті 7-ден 8 көбейтілген 3-тен 2 түрінде жазсам болады. Міне 3-тен 2. Ал енді мына ең соңғы үшінші өрнекті қалай жазсақ болады? Мына жерде бізде көбейту амалы бар ғой. Міне мынау көбейту, мынау көбейту. Демек, онда мен бұны былай жазалам ғой. 5 көбейту, мынандай. 5 көбейту. Мысалы 3-ті 5-ке, 5-ті 3-ке көбейтсек, оның мәні бәрібір бір-біріне тең ғой. Сонда мына 3 көбейтілген 5-ті 5 көбейту 3 ретінде жазайын. Ал бұл тең. Біріншісі 2 бөлшектің көбейтіндісі ретінде жазсам 5 бөлінген 5 көбейтілген. Ал екінші бөлшегіміз қандай? 2 бөлінген 3-ке тең екен. Сонымен, міне мына бастапқы берілген өрнекті 3-тен 2 көбейтілген қандай да бір бөлшек ретінде жазып алдым. Ал енді осыны ары қарай көз алдымызға елестететін болсақ, мына 5 бөлу 5, бұның мәні 1-ге тең ғой. Яғни кез келген санды өз-өзіне бөлетін болсақ, оның мәні 1-ге тең. Яғни мынау 1 көбейту 3-тен 2-ге тең екен. Сонымен енді мына 3-тен 2-ні көз алдымызға елестетейік. Ол үшін мен бірінші тіктөртбұрыш салайын. Мына тіктөртбұрыштың ұзындығы 3-тен 2-ге тең болсын. Міне бұлай, мына жерге салайын қазір. Ұзындығы деп отырғанымыз ол енді мынау ғой, міне, мына ең ұзын қабырғасы. Ал ені мына қысқа қабырғасы болады. Сонымен бұның ұзындығы 3-тен 2-ге тең екен. Ал енді мына 8-ден 7 көбейтілген 3-тен 2-ге назар аударайық. Бұл жердегі мына 3-тен 2-ге көбейтіліп тұрған 8-ден 7 дегеніміз қандай? 7-ні 8-ге бөлсек, ол 1-ден кіші сан шығады. Сонда кез келген санды өзінен кіші санға көбейтетін болсақ, онда оның мәні кішірейеді. Демек, онда бұны тіктөртбұрыш арқылы салатын болсақ, мына биіктігі 3-тен 2-ге тең болатын тіктөртбұрышты 8-ден 7-ге көбейтетін болсақ, онда оның биіктігі қысқарады деген сөз. Себебі қандай? 1-ден кіші санға кез келген санды көбейтетін болсаңыздар, онда ол мәні кішірейеді. Демек, онда бұның биіктігін мына жерден жазайын. Бұның биіктігі мынауымыз қандай? 8-ден 7 көбейтілген 3-тен 2-ге тең екен. Ал енді мына 7-ден 8 көбейтілген 3-тен 2-ге назар аударайық. Мынау 7, 7-ден 8. Яғни 8-ді 7-ге бөлетін болсақ, бұл жерде 1,7-ден 1 шығады. Яғни 1-ден үлкен сан ғой. Демек, мысалы кез келген санды 1-ден үлкен санға көбейтетін болсақ, онда ол үлкейеді. Демек, онда мына тіктөртбұрышты, мына биіктігі 3-тен 2-ге тең болатын тіктөртбұрышты 7-ден 8-ге көбейтетін болсақ, онда оның биіктігі мына артады деген сөз. Демек, онда мынадан сәл ұзынырақ болады. Міне, бұны көз алдымызға елестету үшін салып жатыр. Міне, нақты мынау сәл елестетіп, көз алдымызға үлкен екенін салып отырмын. Сонымен бұның биіктігі, көріп отырғандарыңыздай, қандай? 7-ден 8 көбейтілген 3-тен 2-ге тең болады екен. Сонда бұл жерден бір аңғаратынымыз, кез келген санды мына 1-ден кіші санға көбейтетін болсақ, онда ол кішірейеді. Яғни мынау тіктөртбұрыш ретінде қарастырсақ, оның биіктігі қысқарады екен. Ал егер оны 1-ден үлкен санға көбейтетін болсақ, онда ол ұзарады, сәл ұзарады. Мысалы, міне бастапқы мына биіктігіміз 3-тен 2 еді ғой. Яғни оны 1-ден үлкен санға көбейтіп едік, ол мына биіктіктен ұзынырақ болатын бір екінші тіктөртбұрыш шықты. Сонымен бұл жерден аңғаратынымыз, ең мына қысқа тіктөртбұрышымыз ол қайсы болып тұр? Мына 3-тен 2 көбейту 8-ден 7. Демек, онда мына өрнектің ішіндегі ең кішісі 8-ден 7 көбейту 3-тен 2 екен.
Ал мына ең ұзын тіктөртбұрышымыз қандай? 7-ден 8 көбейту 3-тен 2. Демек онда ең үлкенім мынау 7-ден 8 көбейтілген 3-тен 2 екен. Ал енді ортасында орналасқан ол қайсысы? 5 көбейту 2 бөлінген 3 көбейтілген 5-ке тең екен.